Сәлем достар, бүгін осындай ажурный, дәмді және де нәзік болып шығатын блинчиктер дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ендеше бастайық. Рецепт описаниеде болады. Мискіге жұмыртқаны, қантты және сұйық майды араластырамыз. 3 компонентті жақсылап араластырамыз. Әзірше сүттің жартысын ғана қосамыз. Ұн ситадан өткізілген болуы тиіс. Ұнға соданы салып, 2 компонентті бір-бірімен араластырып, аздаған мөлшерін саламыз. Араластырамыз. Құрғақ массамыздың барлығын салып жібереміз. Және де араластырамыз. Комочка қалмайтындай араластыра береміз. Енді қалған барлық сүтті қосып жібереміз. Соңғы рет араластырамыз. Міне, блинчигіміздің қамыры дайын болды. Блинчигіміздің қамыры қатты сұйықта, қатты қоюда болмауы керек, яғни ол видеода көрсетілгенде сұйықтықта болу қажет. Блиницаға кішкене сұйық май қосып, оны жақсылап жағып қыздырамыз, блиницаны қыздырамыз. Осылай екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Ажурный және де өте нәзік болып шығады. Және де сіз дәмді болған, одан да дәмді болған қаласаңыз, оны қанттың мөлшерін көбейтуіңізге болады. Блинчиктерді сонымен қатар джем, варенье, сгущенка деген әртүрлі өзіңіз қалаған нәрселерді қосып, жей беруіңізге болады. Міне, осындай ажурный, өте дәмді, әрі өте нәзік болып шығатын блинчиктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!